Қиын заманда қар жастанып, мұз төсенген небір тұлғалар өтті. Олар Алаштың үлкен қайраткерлері еді. Елін, жерін қорғаған. Патша заманында Қарқаралы петициясы деген үлкен құжат жазылды. Осы Қарқаралы дуанындағы атақты болыс болған Әбеу Ермек бастаған азаматтар қол қойды. Сол Әбеудің ұлы Әлімхан қазақтан шыққан тұңғыш математика профессор еді. 28 жасында бүгінгі Қазақстанның территориясын де-факто, де-юра белгілеп берді. Сол Әлімхан Ермекұлы Қарағанды қаласының қақ ортасындағы христиан-мұсылман аралас зиратында жерленген. Ендеше танысып, барып қарап көрейік. Әлімхан Ермекұлы Қарағанды политехникалық сол замандағы институтта сабақ берген болатын. Бүгін міне Әлімхан Ермекұлының және жары жай тапқан жер осы Қарағандыда. Рухына фатиха дейік. Қарағандыға жолы түскен, Қарағандыға келген әрбір қазақ азаматы Әлімхан Ермекұлының басына келіп дұға оқып, Құран оқып, ниет етпей аттап кетпесін. Қазақ жастарына осы видеоны таратайық. Азаматтар Қарағандыға жол түссе, міндетті түрде келсін.